Lada Vesta 2020 жылы бағасы 4,9 5 миллион маңайында болған. Қазір ол 10 миллион теңгеге жетіп қалды. Дәл сол секілді халық көп алатын модельдерді айтып отырмын. Chevrolet Cobalt 4,5 шамасында болған, қазір 7 миллион. Бізде жаңа үкімет басшысы айтып жатыр ғой, Әлихан Смайылов, сыртқы факторлар бізге қымбаттауға негізгі себеп болып отыр деп. Дегенмен көлік бағасы 1,5-2 есе өскенімен бізде халықтың айлығы олай өскен жоқ. Сіз қалай ойлайсыз, көлік неге осылай қымбаттап кетті? Ол шынында да негізді түрде қымбаттап жатыр ма, жоқ әлде бұл отандық автонарықта қандай да бір спекуляция байқала ма? Өзіңіз білесіз, өкінішке орай көліктің ішінде сырттан келетін өнімдердің бағасы өте үлкен болып тұр. Оған біз биылдан бастап... Кешіңіз микрофонды жақындатсаңыз. Біз биылдан әр шығарылатын зауытқа өз бағдарламасын бекітіп қойдық. Қай жылы қандай өнімдерді ішке өз ішімізден шығару керек екен. Бірақ өкінішке олай тез айырбастау мүмкін емес. Өйткені әр шығаратын затқа біз шетелдік зауыттан сертификат алу керекпіз. Мысалы, Hyundai машинасы болса, соның ішіне өз бір шығаратын затты кіргізетін болсақ, біз Hyundai зауытынан сертификат алып, бұл сұрақ айту керекпіз. Сіздердің машинаңызға осы қазақстандық затты қоюға бола ма деп. Оған өкінішке орай ұзақ уақыт өтеді. Сол себептен мәселе біздің қолымыздан келмеген емес, келеді. Бірақ рәсім тіркеулері өте ұзақ созылады. Сол жерден бағасы өсуі соған байланысты. Ал енді бүгінгі мен жаңа біріншілерге айтып қой, соны жеңілдету үшін 4%-нан несие беретін тәртіпті бекіттік, 10 миллион теңгеге дейін сомасын белгіледі. Одан қымбатты машина көлік алуға болады, бірақ арасында аймақтың өз қалдығынан төлейсіздер. Отандық автонарықта локализация қазір неше пайыз, және алдағы жылдарда сіз қанша пайызға дейін оны арттыруды көздеп отырсыздар сонда? Әр зауытқа байланысты. Ең жақсы деген мысалы, Сарыарқа автопромда айтып мысалы. Ең кемінде 50%-ға дейін жетеді. 50%? 50-60%-ға дейін жақсы деген. Бірақ мен айтып отырмын ғой, оны біртіндеп осылай қалың ақша беріп шығару мүмкіншілік бар. Қолдан істейтін нәрсе ғой, станоктарда сатып алуға болады. Біздің қолымыздан да келетін ондай жағдайлар мамандар бар. Бірақ рәсімдері сол себептен ғана біз кішкене тоқталып отырмыз да, сол себептен әр зауытқа өз жол 10 жылдық бағдарламасын бекітіп қойдық. 10 жылдың ішінде қандай іштегі шығатын өнімдер, заттарды